Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте ерекше және де дәмді болып шығатын булочка пісіреміз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео барысында сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Алдымен табағымызға 200 мл жылы сүтімізді, одан соң дәл сондай мөлшерде жылы суымызды, шекерімізді саламыз, 1 ас қасық дрожжимізді және де 1 чай қасық тұзымызды салып араластырып аламыз. Содан соң үстіне 1 жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі болғанға шейін араластырып аламыз. 600 грамм ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Міндетті түрде осындай ситаның көмегін қолданыңыздар. Сонда сіздің булочкаңыз үлпілдеп жұмсақ болып шығады. Лопатканың немесе қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алған соң үстіне сары май салып, тағы да қолдың көмегімен біркелкі болғанға дейін илеп аламыз. Илеп алған соң 3/1 бөлігін бөліп аламыз. Қалған бөлігін қайта салып, бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа 2 ас қасық какао, үстіне 2 ас қасық ыссы суымызды қосып, араластырып аламыз. Қамырдың 3/1 бөлігін бөлек табаға салып, үстіне банағы дайындап алған шоколадты массамызды құямыз. Құйып болған соң, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Міне осындай біркелкі болу қажет. Оның да бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 1 сағат жарымға қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. 2 қамырымызда бірдей уақытта көтерілу қажет. Қамырымызды 1/6 бөлікке бөлеміз. 6 бөлікке бөліп алған соң, осылай шарикке айналдырамыз. Шоколадты қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Алдымен осылай ақ қамырымызды илеп аламыз. Осындай орташа размерде дөңгелек қылып илеп аламыз. Илеп алған соң, үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағамыз. Түгелімен жағып алған соң, үстіне екінші қамырымызды жаямыз. Осылай әр қамырды арасына сары май жағып, бірінің үстінен бірін жағып шығамыз. Дәл осылай шоколадты қамырымызды да илеп аламыз. Илеп алған соң, банағы ақ қамырдың үстіне жаямыз. Оларды да осылай сары май жағып, арасына бірінің үстіне бірін жағып шығамыз. Бүкіл қамырымызды бірінің үстіне бірін орналастырып болған соң, осындай мешокқа салып, морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан болған соң, қамырымызды осылай ұнның көмегімен жұп-жұқа қылып илеп аламыз.
Жұқа қылып илеп алған соң артық шеттерін алып тастаймыз және де осылай ұзынша қылып кесіп аламыз. Ұзынша қылып кескен соң ортасынан тағы да бір кесіп шығамыз. Қамырымызды кері айналдырамыз. Шоколадты жағы алға қарай қарап тұру қажет. Бәрін айналдырып алған соң үстіне лезвияның көмегімен өтіп шығамыз. Лезвие болмаса, өткір пышақтың ұшымен де өтіп шығуға болады. Достар, егер де видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Содан соң қамырымызды қайтып кері айналдырып, рулет құсатып жинаймыз. Міне, дәл осылай қалған қамырларды да осылай жасап шығамыз. Дайын болған булочкамызды противенің үстіне орналастырамыз. Орналатып алған соң үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған духовкаде 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің булочкамыз дайын. Булочка өте қытырлақ, өте дәмді және әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларда көріскенше.